Мына су тасқыны болып жатқан аймақтарға Шығыс Қазақстан облысы бойынша зекет және қайырымдылық қоры, онан кейін мынау Шығыс Қазақстан облысының волонтерлар фронт офисі бар, және Қазақстан халқы ассамблеясы бар. Біз үш жаңа пунктте қайырымдылық жүктерін жинадық. Алдыңғы 19 тонна және 1,5 миллион қаражат солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласына жеткізілді. Қазіргі таңда міне Атырау облысына жинап жатырмыз. Қазіргі таңда азық-түлік, гуманитарлық көмек жалпы алған кезде ішінде азық-түлігі бар, одан етігі бар, этикеткасы мен киімдері бар, және тағы да басқа гигиеналық заттар, дәрі-дәрмектерді жинаған кезде қазір 10 тонна жүк жиналды. Бұйырса, міне қазіргі таңда 670 мыңдай қаражат жиналды. Енді бүгін сағат 3-ке дейін бүкіл Тарбағатай, Шемонаиха, жаңа одан кейін біздің Выкарек қазіргі региональный энергетикалық компаниядан және тағы да басқа жақтардан қарапайым халықтан, кәсіпкерлерден гуманитарлық көмектер қазір келіп осы ортада тоғысып жинақталып жатыр. Алла бұйырса, бүгін сағат 3-те толық гуманитарлық көмек жинауды тоқтатамыз. Ертең бұйырса Қазақстан темір жолы арқылы Атырау облысына біздің жүктер жолға шығады. Біз Тарбағатай елінен келген еріктілер тобы осы 3 күн бұрын осындай ой келіп, бейжай қарай алмай, еліміздің көптеген жерлерін су басқандықтан шын айтқанда ұйқымыз қашып, 3 күн бұрын осы әріптесім Аманжол Мырзахан деген жігіт бар. Екеуміз отырып келісіп, осындай іс бастайық деген ойға келдік. Содан кейін өзіміздің аудандық жастар ресурстық орталығы бар, солардың волонтерлық көмегінің арқасында ақпараттық және тарату жайында сол кісілердің көп еңбегі тиді. Сөйтіп, бісміллә деп осы істі бастап кеттік. 3 күннің ішінде бүкіл халыққа жәнегі видео үндеулерімізді тарату жұмыстарымен айналысып, Тарбағатай халқы бірлігін танытып, осындай азық-түлік жинап жатырмыз. 2 тоннаға жуық азық-түлік алып келдік. Оның ішінде көп мөлшерде ұн өнімдері, май, және де киім, төсек жабдықтар дейміз, және де резиновый етіктер қажетті. 1000 штуктың үстінде жәнегі мөшектер, қолбақтар, ең қажетті деп тапқан дүниенің бәрін алып келдік. Берік ағамызбен хабарласып, осы жердегі белсенді ағамыз. Ол кісі айтқан, Атырауға біз КТЖ арқылы вагонмен жібереміз дегендіктен, сол Атырауға азық-түлік жіберейік деп, осы азық-түлікті алып келіп тұрған түріміз бар. Енді келесі Тарбағатай халық қоры деген өзіміз қаражат жинап жатырмыз. Онда да қомақты қаражаттар жиналып жатыр. Енді осыны Атырау облысына жіберсек, ендігі мүмкіншілік болмайды, о жаққа да тағы азық-түлік жіберуге ұзақ болғандықтан. Және қаражаттарымызды қомақты жиналса, және де Орал, Петропавл зардап шеккен тағы да мұқтаж жерлерге шамамыз келгенше ақшалай көмектесеміз деген ойымыз бар. Енді ол қорымыз осы аптаның аяғына дейін жалғасады. Бұйыртса келесі апта оны да табыстаймыз. Арнайы өздерінің реквизит счеттарын алып, сол жаққа табыстап, көмегімізді көрсетейік деп жатырмыз. Енді осының барша Тарбағатай елінің халқының, қарапайым халқының малшысы бар, трактористі бар, барлығының жинаған аманаты осы сіздерге әкеп табыстап, енді осыны аман есен мұқтаж жандарға жеткізейік деп сенеміз. Ендеше барлығымыз бірлікте болайық. Әрқашанда анау батыс деп жатпай, қиыр шығыстан соның Тарбағатай елінде жатсақ та, сол көмек қолымызды созайық деген ойымыз өзінің жалғасын тауып, мінекей осындай жетістікке жетіп отырмыз. Барша Тарбағатай халқына рахмет.